Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз гипоксия тақырыбын талдаймыз. Гипоксия дегеніміз оттегінің ағзада жалпы азаюы. Енді гипоксияны талдамай тұрып, біз тыныс алу жалпы физиологияны бір қайталап өтейік. Біздің, яғни оттегіні бізде өсімдіктер өндіріп береді, оттегіні. Олар CO2-ні жұтып, оттегі шығарып беріп отырады бізге. И сосын біздің ағзамызда оттегі мен CO2 бүкіл газдар алмасып жүреді. Яғни екі газ, қалған газдар біз ағзамызға керек емес. Қайтадан шығарып тастаймыз сол газ күйінше. Енді бізде тыныс алу органдары арқылы біз, яғни оттегіні жұтамыз. Яғни тыныс аламыз солай. Яғни мұрын қуысы, жұтқыншақ, бронх, альвеолаға дейін. Осылай біз оттегіні жұттық. Одан кейін жүрек қан айналым жүйесі, яғни жүрек бізде үлкен қан айналым және кіші қан айналым шеңбері арқылы оттегіні эритроцитке салып береді да, яғни айналдырып беріп отырады. Артериямен оттегі кіреді, венамен CO2 қайтадан шығады. Тінге барады. Оттегінің бірақ қана қызметі бар. Ол бізде энергия жасау ғана қызметі. Оттегі тінге барды. Тінде органеллалар болады ғой, жасушада. Сосын митохондриyaға келеді. Оттегі мен глюкоза келеді. И сосын глюкоза оттегіні жағып береді. Яғни оттегі болмаса глюкоза жанбайды. Глюкоза жанбаса бізде АТФ түзілмейді. Бізде жалпы глюкоза біздің ағзамыздың бензині ғой. И глюкоза арқылы біз АТФ түземіз. И АТФ-тан шыққан соңғы өнім бізде H2O плюс CO2. Эндогенді су, көмірқышқыл газы бізде осылай түзіледі. Көмірқышқыл газы вена арқылы, яғни ағзамызға сыртқа шығып кетеді. Енді гипоксияның екі түрі бар. Экзогенді, эндогенді. Экзогенді гипобариялық, нормобариялық. Эндогенді тыныстық, қан айналымдық, қандық тіндік аралас. Экзогенді гипоксия кезінде ешқандай адам ағзасында патология болмайды. Ал эндогендіде ол тек адам ағзасының патологияларына байланысты. Енді гипобариялық гипоксия дегеніміз не? Біз 760 мм сынап бағанасында жерде өмір сүргенбіз, яғни қазіргі тұрып жатқан елді мекендерімізде. Ал гипобариялық гипоксия, гипобария дегеніміз, яғни қысымның төмендеуі. Қысым қашан төмендейді? Яғни самолетке мінген кезде, сосын тауға көтерілген кезде бізде гипобариялық гипоксия дамиды. Өйткені неге атмосфералық қысым төмендейді? Себебі жерде бүкіл өсімдіктер қалқып болады. И оттегі ол жерде тауда өте аз болады. И оттегіні бізде өсімдіктер өндіреді, тауда өсімдіктер аз. И сол кезде бізде оттегі аз болған кезде, яғни атмосфералық қысым төмендейді. И біз тауға шыққан сайын бізде гипобариялық гипоксия дамиды. Гипобариялық гипоксия самолетте ұшқан кезде, тауға көтерген кезде дамиды. Тауға көтерген сайын қысым азаяды, себебі оттегі азайып жатыр. Сол үшін гипобариялық гипоксия дамиды. Нормобариялық гипоксия комнатада отырып терезенің бәрін жауып тастағанда дамиды. Яғни машинаның ішінде немесе бір комнатаның есік терезесін ашпай немесе өсімдік жоқ болған кезде оттегінің бәрін біз қолдан тастаймыз. Ол жердегі CO2 ғана қалады. И сол кезде нормобариялық гипоксия дамиды. Енді ағзада қандай өзгерістер болады? Бұл екі жағдайда бір ғана өзгеріс болады. Бірдей, олар мыналар. Адам тыныс ала береді, бірақ ауаның құрамында оттегі аз немесе жоқ. Например, тауға шығып кеттік біз. И тыныс шығарғанда керісінше CO2-ні шығарып тастайды да, оттегі кірмейді. Өйткені сыртта аз. И содан қанның құрамында гипокапния дамиды. Тыныс алу физиологиясын еске түсірсек, бізде көмірқышқыл газы тыныс алу орталығын қоздыру арқылы біз солай тыныс аламыз. Ал CO2 аз, тыныс алу орталығы тежеледі. Бродипнои дамиды, газдық алкалоз дамиды. Неге? Себебі біздің жаңағы CO2-ні ұстап қалу керек. Яғни ағзамызда CO2-ні ұстап қалу үшін тыныс алу бродипнои 16-дан 12-ге дейін түсіп кетеді. И солай біз CO2-ні барынша ұстап қалуға тырысамыз. Сосын бізде тауда тұратын халықтар бар. Яғни олар төменгі атмосфералық қысымда өмір сүріп үйренгендер. Яғни олар ағзалар бейімделіп кеткен. Ал біз яғни 760 мм тауға көп көтерілмейтін болсақ, біздің ағзамызда осындай өзгерістер болады. Эндогенді гипоксия бұл жаңағы ішкі, яғни бұл жерде сыртта ешқандай патология жоқ. Адам таудасын, не самолетте емес, уже кәдімгі жерде, өзіміздің тұратын жерде өмір сүріп жатырмыз. Бұл жер адамның ішінде бір патология болғаны дамитын гипоксияларды эндогенді гипоксиялар деп атайды. Тыныстық гипоксия, тыныс алу жолдарының бүткіл ауруы жатады оған. Қан айналымдық жүрек қан тамыр ауруларында қандық гипоксия, анемия, эритроцит патологиясының барлығында қазір бір-бірден талдап шығайық. Сыртта өсімдіктер бәрі күшті. Енді өкпенің бүкіл ауруларында бізде оттегі аз кіреді. И өзінің тыныс алу қызметін жасамай қалады. И осы кезде
тоже бізде тыныстық гипоксия дамиды. Одан кейін жүрек қан айналымдық гипоксия. Ол кезде жүректе бір патология болғанда, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі, инфаркт миокарда, сондай жүректегі барлық патологияларда да уже бізде гипоксия дамиды. Одан кейін бәрі нормально тыныс алып тұрмыз, жүрегіміз күшті жұмыс жасап тұр. Енді осы кезде бізде анемиялар болғанда, сол кезде бізде не болады? Анемияның бүкіл түрінде бізде гипоксия дамиды, өйткені оттегі бізге тінге келмей жатыр. Одан кейін тіндік гипоксия. Тіндік гипоксия ол бізде дамиды жаңағы Кребс циклына қатысатын ферменттердің жетіспеуінен, немесе В1 витаминінің жетіспеуінен дамитын гипоксиялар деп аталады. Аралас гипоксия осы гипоксиялардың араласуы. Осы яғни ағзада бір патология болса, осыны іздейміз. Яғни өкпеде бір проблема болмаса, анемияны іздейміз, осы диагностика жасап аламыз. Анемия жоқ болса, жүректе жоқ болса, уже тінде бәрін до конца қарап шығуымыз керек. Даже В1 витаминді. Например, гипотиреоз болса да, уже зат алмасу бізде азаяды, и сол кезде тоже гипоксия дамиды. Енді бізде субстратты гипоксия бар. Ол қант, глюкоза субстраттардың жетіспеуінен дамитын гипоксия. Например, қанты диабет кезінде де субстратты гипоксия дамиды. Осын жүктемелік гипоксия дегеніміз, ол жерде уже физикалық тренировка жасаған кезде, яғни мына бұлшықеттер бізге оттегіні өте көп қажет ететін не ғой? Яғни кешірім сұраймын, жүктемелік гипоксия дегеніміз, яғни бұлшықеттер бізде оттегін өте көп қажет етеді. И сол кезде біз жұмыс істеген сайын, например, штанга көтерген сайын, яғни мынандай ғана кішкентай ғана болған бұлшықет үлкейеді. И сол кезде, например, ол кезде 10 ғана оттегі жетіспейтін болса, ана жерге 10 оттегі жетіспейді. И осы кезде бізде не болады? Ағзамызда уже жүктемелік гипоксия дамиды. И осы кезде бізде жаңағы лактаттан энергия өндіріп бастап, аэробты гликолизден анаэробты гликолизге ауысады. Енді гипоксияда ағзада болатын өзгерістер. Ағза көп жұмыс істесе, CO2 көп жиналады. Адам тыныс алып үлгере алмайды. Например, оттегі аз. Біздің ағзамыз, яғни түрлі органикадан тұрады. Органика, яғни бүкіл органикалық химияда, яғни 11-ші сыныпта естеріңізде бар ма органикалық химияда? Органикалық заттар жанған кезде оттегімен реакцияға шыққан кезде CO2 плюс H2O-ға ыдырап кетеді түгел. И сол кезде біз CO2 өте көп ағзамызда жинала береді, оттегі аз түседі. И анаэробты гликолизге қосады, лактат түзіледі. Яғни біз Кори циклынан лактаттан энергия өндіріп бастаймыз. Оттегі жоқ болғандықтан сүт қышқылы көбейеді, метаболизмдік ацидоз дамиды. И солай гипоксияға бейімделеді. Осылай ағза гипоксияға бейімделіп алады. Анаэробты гликолиз ұзақ уақыт жүрмейді, липолизге ауысады. Ағза оттегі жоқ болғандықтан майдан энергия жасап бастайды. Кетон денелері түзіледі. кетоацидоз дамиды, қорда қанның бәрі шығып эритроцитоз дамиды. Яғни анаэробты гликолиз тек қана біз ұзаққа бармайды. Ар жағынан, например, қанты диабеттегі ауыратын науқастарда уже ацетонның несі шығатындықтан осыдан міне. Яғни кетон денелерінен энергия, майдан энергия жасап бастайды. И осылай бізде ацетонның несі шығып бастайды. Бұл жолдар негізі өте тиімсіз жолдар, бірақ бұл оттегі жоқ болғандықтан осындай энергия жасаудың көздеріне айналып отыр. Гипероксия, оттегінің көбеюі. Бізге оттегі өте көп түсіп кетсе де болмайды. Өйткені олар бос радикалдарға айналып, біздің ағзамызды ақырын зиян тигізе бастайды. Бос радикалдар, олар бізде басқа органдардан, басқа электрондардан, басқа заттардың электрондарын алып алады да, и солай басқа заттар электронсыз қалып, бізде уже рак дамып кетуі мүмкін, атеросклероз дамып кетуі мүмкін. Гиперкапния CO2-нің артуы, оттегі көп болса, ағзаға ол әсер етіп, бос радикалдарға айналады. Тағы да не айтылмай қалды? Гипоксия негізі осылай, яғни газдық ацидоз алкалозбен өте мысалға күшті кетіретін тақырып. Алдыңғы тақырыпты қышқылды сүтлі үйлесімділікті бір қарап шығыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет достар.